досым сияқтысың. Мен да сені білмеймін, бірақ та мен да сені танитын сияқтымын. Ой, сестренка, мыналардың памяті оралып жатқан сияқты. Хи-хи-хи-хи. Болды, сестра. Лиза не істеді? Ей, не болды? Мен қаяқтамын? Уайымдаудың қажеті жоқ, жан. Просто сені тауып қалдым өзімен өзін. Солай ма? Чё мен бірдеме ұмытып қалған сияқтымын? Газ көрсете мен роднойыма. Ей, родной, маған қарасай, не саған? Жейме сенікі? Үсті басым су болып қалды ғой, ё-моё. Маған бәрібір мен саған. Бергешім, мен саған. Газ сайын тегіз алмайсың ба? Күшті. Үстіміздің барлығы сүзу қабио. Брат, Не болды, күдібақ? не болды дегенде артыңды қараш, бір қыз тұр. Ой, Усатик пен Нуби пляжда жүрін деп айтпайсыңдар ма? Сен бізге айтып атсың ба? Ой, сендер екеуің қосылсаңдар өтпейтін приколдарыңды айдай бересіңдер бар ғой. Тоқтаңыз, сіз бізді танисыз ба? Бірақ та... Лили, сен ба? Есіме түсірдім, наконец. Не болып жатыр ана жақта? Ой, сестренка, бізде проблема. Сәлем, хи-хи-хи. Біздің жігіттерден саған не керек? Түсінбедім, қайдағы жігіттер, бұл менің күйеуім ғой. Кәнеки, ботам, менің кім екенімді айтшы мына қызға. Сен маған ешкім емессің, менің әйелім бар ғой. Неге сен мені жігітім деп айттың, қалай мен пляждан пайда болдым ғой, түсінбедім бе? Ой, сен толықтай памятіңді қайтарып алған сияқтысың ғой. Хи-хи-хи. Жарайды, ол уақытша. Памяттарымен қоштасай беріңдер. Ой, Лили, что-то мен өзімді жағымсыз. Не болып қалды, жан? Срочно ведьмаға бар. Ой, мен қайдамын? Алиса деген жүрегім қайда? Міне екенсің ғой. Ей, жаным сол, мына жақта екенсің ғой? Жан, сенің бәрі дұрыс па? Кешіріңіз, бірақ та мені неге жан деп айттыңыз? Менің жаным тек қана Алиса ғой. Жарайды, онда біз кете берейік, демалып болды. Как будто бір магияның қолданған сияқтана екі қыз. Ой, Лиза мен Алиса мына жерде телефон тұр, қолымен аяқ біргей. Сәлеметсіздер ме, менің создателдерім. Привет. Ешкім звондаған жоқ па маған? Телефонның қолы бар, телефонның аяғы бар. Еще ол сөйлейді. Уайымдамаңыздар, менің создательдерім, ешкім сіздерге звондаған жоқ. Егер де звондайтын болса, мен сіздерге айтамын. Жарайды, үйдің алдын күзетіп қой. Ой, байқасқа, ана жерде телефон бағана отырған. Хи-хи-хи. Жан, саған кедергі жасап жатқан жоқпын ба? Мана Усатик бір ведьмаға барсын деп айтты, соған барып қайтайыншы. Ой, табличка тұр, не деп тұр? Кет деп жазылып тұр. Мына табличка ештемеге тіреліп тұрған жоқ, қалай ұшып тұр? Кет деп жатыр, бірақ та маған ведьманы кездестіру керек, амал жоқ. Шаршаттыңдар ғой адамды, Камал. Кіре бер. Рұқсат болса кірдім. Не керек саған? Сен анау фиолетовыйдың қызы емессің ба да? Иә, біз сіздің тойыңызда болдық, сосын сіздің көмегіңіз керек болып отыр маған. Менің тойыма келгенің үшін әрине саған көмектесемін. Қандай көмегің керек? Менің күйеуімді екі близняшкалар дуалап алған сияқты. Ой, сендерді немене бәрі дуалай береді, бірсе сенің жігітіңді, бірсе сенің жігітінің досыңды. Жарайды, қайда көрсет маған. Жарайды, мен қазір ана близняшкалардың үйін көрсетемін, жүріңіз. Сіз қалай жасадыңыз бұны? Қызау, менің көмегенімді ұмытып кеттің ба? Қызық, неге дала тұман болып кетті? Так, мына үйде маған таныс сияқты ғой. Точно, осы үйде тұрамын. Иә, жүріңіз менің артымнан. Әнеки, Нубик пен Усатикті дуалап алған қыздар. Ей, екі близняшкалар, сендер ме менің достарымды дуалап алған? Кімнің дәті жетті біздің үйге кіруге? Әже, сіз неге келдіңіз? Лиза мен Алиса, бәсе, мана үй неге таныс деп қоямын. Мен сендерге неше
кезде менің көзіме көріне береді, менің жүрегім қайда? Міне менің жаным. Жан, білесің ба сен өзі дуаланғаныңды? Чего? Серьезно ма? Иә, қазір бірақ та бәрі жақсы өткен сенің ведьма деген досың көмектесті. Так, Лиза мен Алиса. Мен сендерді қазір жақсылап тұрып тәрбиелейтін боламын. Әже, өтінеміз сізден кешіріңізші бізді. Ал ең біріншіден, мен сендерден кешірім сұрағым келіп тұр. Бұлар менің немерелерім еді. Ой, ештеме етпейді, ең бастысы сіз көмектестіңіз ғой. Енді өз қалпына келді. Жарайды, кетті құрсын үйге қайтайық. Мен что-то басым ауырып тұр. Мені қызықтырып тұрғаны ведьманың немерелері бар ма не? Ведьма Гугу, сіз бізге айтпадыңыз ғой, сіздің немерелеріңіз бар екен. Қайтып келіп қоңырашаны қосып қойыңдар.